арасындағы бесіндегі шақырылған себебі бүгін біз адалдық дүкенмен танысатын боламыз. Адалдық дүкен туралы естіп бар ма? Естіп адалдық дүкен туралы? естіп көрмедіңдер, дүкен деген сөз сендерге таныс, өйткені көмектесіңдер. Әртүрлі продукция жасайды, мамалар өздерінің керек заттарды аласыңдар еді дүкеннен. Ал адалдық дүкен деген алғаш рет естіп отырсыңдар иә, соны санап жатыр. Енді бұл адалдық дүкенді танып қалай сатушы бар ма? Сатушы жоқ. Яғни мына жерде тіпті жаңағы не де жоқ. Қарап тұратын телефон деген сол. Күзетші жоқ, сатушыларға болады көрмей ма? Дүкенде ештеңе жоқ, мәлімет жазып тұр. Адалдық дүкені өзің таңда, өзің төлейді. Мына жерден қажетті заттың барлығын сатып аламыз да, одан кейін ақшасын қойып кетеміз. Оны ешкім көрмейді, түсіндіңдер ма? Ешкім көрмейді, ол жерден адам сатып алуға да болмайды деп өзіңнің сатып алған нәрсені ғана ақшасын сол жерде ұстап кетесің. Сатушы апай маған артық беріп қойған сияқты. Қалай артық? 500 теңге қайтару керек еді. 1000 теңге қайтарып жіберіпті. Ештеңе етпейді ғой, өзі қателескен. Бірақ бұл біздің ақшамыз емес. Ал егер айтпасақ ше? Адал азамат шындықты таңдай білетін адам. Ол ешкім көрмесе де дұрыс әрекет етеді. Адалдық сенім тудырады, ал сенім нағыз азаматтың белгісі. Жүріңдер, қайта кірейік. Апай, сіз бізге артық ақша қайтардыңыз. Рахмет балам, сендер нағыз адал азамат екенсіңдер. Жүрегім тынышталды, біз дұрыс шешім қабылдадық. Адалдық осындай жақсы сезім сыйлайды екен. Дұрыс істегенімізге қуанып тұрмын. Адалдық ең үлкен байлық. Мынау бізде адалдық дүкені иә. Жаңа мен сіздерге адалдық туралы айтты, біздер көрді, иә өзіміз тамашалады. Енді қарай ойын адалдық дүкенде барлық нәрсенің өзінің бағалары жазылып тұр иә. Бұл дүкенде біз не көріп тұрмыз? Ойыншықтарды, оқу құралдары, иә. Сосын сояқта не көріп тұрмыз? Кітаптарды, әртүрлі дүниелерді көріп тұрмыз иә. Қазір біздер осы адалдық дүкенінен сауда жасайтын боламыз. Мына жерде сауда жасап аламыз деген, мына жерде әрқайсысының өзінің бағасы жазылып тұр иә. Осы жерден сатымызды аламыз да. Содан кейін айға деп қараймыз, содан кейін мына жерге қойып, қолдағы ақшаны мынаға не салатын боламыз. Сіз балалар. Балалар адалдық алаңы дүкеніне қатысқандарына көп рахмет, сендерге ұнады деп ойлаймын. Алдағы уақытта адалдық дүкен туралы біліп жүретін болыңдар, яғни ол жерге ешқандай да не жасауға болмайды, сарылық жасауға болмайды, иә. Тек қана адал ниетпен затыңызды алып, кассаға ақшасын салып, солай өзіңіздің сеніміңізді көрсетуіңіз қажет. Сенім балалар.